КЗК лицензиясынан айырылды? Қалай сонда түсінбедім? Өткен жылы қазан айында Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясының лицензиясынан айырылғандығы жөнінде ақпарат шыққан болатын. Бұл қаншалықты шындыққа жанасады? Негізінде бұқаралық ақпарат құралдары бұл ақпаратты ушықтырып, мүлдем дұрыс жеткізген жоқ. Ол кезде академияға ребрендинг жасаған. Әйтпесем, 90 жылдық тарихы бар, қаншама темір жолшыларды шығарған академияны бір жылда жауып тастау деген миға қонымсыз нәрсе ғой. Егер бұның алдында академия көлік және коммуникация мамандықтарынан бөлек басқа мамандарды да даярласа, ал қазір тек қана логистика, көлік, коммуникация, автоматтандыру және энергетика салалары бойынша мамандарды дайындайды. Оған қоса академияның қазір атауы да өзгерген. Енді ол академия логистика және көлік академиясы деп аталады. Егер сенің таңдау пәнің физика және математика болса, логистика немесе темір жол саласында жұмыс жасағың келсе, академияның есігі сен үшін әрқашанда ашық. Осы видеоның астында біз академияның парақшасын қалдырып кетеміз. Сол жаққа өтіп өздеріңе жеке консультация алсаңдар болады. Барлықтарыңа сәттілік.